Армысыздар, құрметті Бұлан ТВ арнасының көрермендері. Мектебіміз ауылдық мектептің цифрлық бейнесі атты облыстық байқауға қатысқалы отыр. Мектебіміздің тарихынан бұрын ауылымыздың тарихынан көз жүгіртейік. Арнамыздың тілшісі Амангелдина Айнұрға сөз береді. Рахмет, Инабат. Бүгінгі арнайы репортажымызды Бұлан ауылының тарихынан бастаймыз. Сырым ауданынан солтүстік батысқа қарай 12 шақырым жерде Штерті өзенінің сол жағалауындағы бетеге, бөз, селеу, еркекші шөптесін өсімдіктері өскен құрақ агроклиматтық белдемеде Бұлан ауылы жатыр. Бұлан ауылының атауы 18 ғасырда өмір сүрген Байбақтар руының биі болған Бұлан Қаралының есіміне байланысты. Бұлан бабаның есімінің өз тарихы бар. Ендігі бір деректерге сүйенсек, Бұлан ауылының атауы Бұлан деген табиғаты көркем, нулы, сулы жерді мекен ететін әдемі жануардың атымен байланыстырады. Дей тұрғанмен, бұл жануар бізді мекенді жерсінбейді. Некен саяқ, қуғын көріп үркіп келеді. Шамамен 300 жылдай бұрын, қыс кезінде осы жануардың аз ғана тобы біздің жерге келіп қыстап шыққан. Сол қыста дүниеге келген баланың аты Бұлан қойыпты деген аңыз бар. Бұлан тек рубасы би ғана болмаған. Сонымен қатар, ол сол кезеңдегі қоғамдық саяси өмірге қызу араласқан, тілге өте шешен адам болған. Сондай-ақ Бұлан ауылы шөбі шүйген, суы мөлдір Штерті өзенімен мақтанады. Ендігі кезекте мектебіміздің тарихымен танысуға арнамыздың тілшісі Сағынпас Көтенге назарыңызды бұрсақ. Рахмет, Инабат. Арнайы репортажымызды мектебіміздің тарихынан бастаймыз. Жалпы білім беретін Бұлан орта мектеп балабақша кешені Бұлан бастауыш мектебі болып құрылып, 1955 жылдан бастап Ерболатова Тола меңгерушісі болды. 1975 жылы бастауыш мектеп негізгі мектепке айналғанда алғашқы директоры Ораз Қарекенов басқарды. 1978-1986 жылдары Бекжан Сұлтанғалиев, 1986-2000 жылдары Қуаныш Таубаев, 2000-2014 жылдары Гүлзира Қажымұратова білім ордасында басшылық қызмет атқарды. 2009 жылдан бастап осындай жаңа керемет ғимаратта оқушылар ұлағатты ұстаздардың арқасында білім мен тәрбиені қатар сіңіруде. Мектебіміздің қазіргі жай-күйімен танысу үшін мектеп әкімшілігінен сұхбат алуды жөн көрдік. Бүгінгі репортажымызды мектеп басшысының сұхбатымен жалғастырамыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Жалпы сіз осы дәрежеге қалай көтерілдіңіз? Еліміздің білім беру жүйесіне өзімнің үлесімді қосу үшін мұғалімдік мамандықты таңдадым. Мектепте мұғалім қызметінен мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары, онан кейін мектеп басшысы қызметіне ауыстым. Яғни үнемі ізденіс, шығармашылық пен жұмыстардың нәтижесінде осындай дәрежеге жетіп отырмын. Ал алдыға қойған мақсатыңыз қандай? Алға қойған негізгі мақсатым ұжыммен бірлесе отырып, жаңартылған білім беру мазмұны негізінде көшбасшылық, бөліммен көшбасшылықты негізге ала отырып, сапалы да жүйелі тәрбие беру шәкірттерге. Жарайды, сұхбатыңызға көп рахмет. Келесі сұхбатымызды мектебіміздің оқу ісінің меңгерушісімен жүргіземіз. Сәлеметсіз бе? Мектебіміздегі білім мен тәрбиені қатар ұштастырып жүрген ұстаздарымыз туралы ақпарат беріп кетсеңіз. Жалпы білім беретін Бұлан орта мектеп балабақша кешенінде барлығы 21 ұстаз еңбек етуде. Оның ішінде жоғары санатта 3 ұстаз, бірінші санатта 10 ұстаз, және екінші санатта 5 ұстаз, және қалғандар жас ұстаздар еңбек етуде. Енді жалпы ұстаздар туралы айтатын болсам, мектебімізде мектептің тренерлері, деңгейлі оқып келген педагогтар, және жаңартылған білім беру аясында оқып келген мұғалімдер барлығы да оқушымен өз үлестерін қосып білім саласында еңбектеніп жүр. Ал осы мектеп білім саласы бойынша қандай жетістіктерге жетіп жүр? Енді білім саласы бойынша біздің мектебіміз өте үлкен жетістіктерге жетіп жүр. Былтырғы оқу жылы бойынша айтып өтетін болсам, аудандық мектептер арасындағы рейтинг бойынша үздік инновациялық мектеп режиміндегі мектеп болып танысақ, пән олимпиадасынан аудан бойынша үздік үштік қатарында жүріп, және облыстық пән олимпиадасына 2 оқушымыз қатысты, 1 оқушымыз 3-ші дәрежелі дипломмен марапатталып келді. Және жақын болашақ қазақ тілі пән олимпиадасына облыстан оқушымыз қатысып 1-ші орын алып, республика дәрежесіне қатысып келіп, республикадан 2-ші дәрежелі дипломмен марапатталып келіп, осындай үлкен жетістіктерге жетіп жүр.
сұхбатыңызға көп рахмет. Келесі сұхбатымызды тәрбие саласында зор жетістіктерге жетіп жүрген Нұржан Берікұлымен жалғастырамыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Бізге мектептерден ерекше деп танитын жұмысыңыз. Өзге мектептерден ерекше деп танитын жұмысым ол волонтер мектептер арнасы. Ол осыдан 1 жыл бұрын жоба ретінде ашылып, әлі жалғасын тауып келеді. Бұл волонтер мектептер арасында тележүргізуші, журналист боламын деп қызығушылығы артып жүрген оқушылар көп. Және де осы волонтер мектептер арнасы арқылы Қазақстанның болашағын жарқыннан тудыратын елімізге танымал тұлғалар шығады деп сенемін. Ал осы салада жеткен жетістіктеріңіз туралы нақты айтып өтсеңіз. Енді тәрбие саласы бойынша көптеген жетістіктер бар. Оның үлкен бір жетістігі атап айтсам, былтыр ғана өткен аудандық 3-ші сыр тарихтар фестивалінде мектебіміз жалпы номинациялар бойынша бас жүлдені иеленген болатын. Және сондай-ақ бұл батыс өңірінде қолданылмаған көлеңкелі театр қойылымы арқылы үздік қойылым номинациясын жеңген болатынбыз. Және сондай-ақ ақындық өнерден, би өнерінен жүлделі орын алып, бас жүлдені иеленген болатынбыз. Ұлан ТВ әлі де дамиды деген сенімдеміз. Сұхбатыңызға көп рахмет. Рахмет Гүлзен. Бүгінгі репортажымыз аяқталды. Еліміз, жұртымыз аман болсын. Ұлан ТВ арнасын көруді ұмытпайық.